Харамға қарағанда жүрегіңе шайтанның улы жебесі кіреді. Шайтанның сенен ұрлап алғысы келетін нәрсесі сенің иманың, ол ұдайы иманға шабуыл жасайды. Сен харамға қараған кезде, шайтанның улы жебесі жүрегіңе қадалады, ол жинала келе иманыңды ірітеді. Шайтан кәпірге тиіспейді, ол мұсылманның артына түседі, кәпір ойына не келсе, соны істер, кәпірліктен соң харам жоқ. Алла көзіңмен жүрегіңе нұр береді, бірақ нәпсіңмен шайтан харамға қаратып, ол нұрды өшіріп отырады. Көз харамға қараған соң жүрек соқыр болады, ал соқыр жүрек ғайып әлемді көре алмайды, ғайып әлемді ашық жүрек көзімен ғана көре алады. Алла әр адамға өз әлемін берген, ол әлем мына әлемнен де үлкен, ол бізге өте жақын әлем, жүрек көзі ашылған жан оған бір аттап кіре алады. Көзінің нұрын қорғай алмаған адамға жүректің нұры берілмейді, ол адам Алланың сеніміне ие бола алмайды. Пайғамбарлар, әулиелер көз нұрын қорғағандар, сондықтан олар ғайып, жәннат, тозақты жүрегімен көре алады. Харамға қарау, харам істеу Алланы құрметтемеуге жатады. Бүкіл адам айналасындағы дүниемен әбігер болып, жүрегіне қарауға уақыты болмай қалған. Жүрегіңе көңіл бөлмесең, оған ешқашан илахи нұр кірмейді. Бұл бір зор жоғалту. Әдетте үш түрлі қарау бар. Бірінші топ жай адамдар, олар бірдеңеге қараса харам болып, жүрегін кірлетіп алады. Екінші топ нәпсісін жеңген хикметті адамдар, олар бірдеңеге қараса, одан хикмет алады, олардың көзі қорғалған. Үшінші топ пайғамбарлар мен әулиелер, олар біреуге қараса сол адамдағы қараңғылықты, күнәні жуып жібереді, адамға нұр бере алады, олар Алланың нұрымен қарайды. Мәулана Шайх Назым әулие.